Құрметті жиналған қауым, бұл негізі ойнасақ та біраз жерге бардық қой деген екен. Айқайлай қасқырдан да ұят болды деп бүкіл Қазақстанда көріп жатсыздар. Қазір утилді алып тастау, жаңағы алғашқы алымды алып тастау болып митингіге де шығып жатыр жүр ел. Оның бәрін көріп жатсыздар. Біз осы утилдің жырын осындай болатын кезінде білгенбіз. 2017 жылы Ақжол партиясы 20 қыркүйек күні алғаш осы оператор болып құрылған кезде депутаттық сауал жасағанбыз. Сонда айтқанбыз, бұда неге мынау үкімет акциясында қатысып, акционер болып қатыспай тұр оператор болып? Ода қаржылардың тиімділігі, тарифі қандай негізге негізделген? Ол сіздердің айтып жатқан қазір тарифтеріңіз. Оның мәртебесі қандай, оның бақылауы, ашықтығы қандай? Соның бәрін. Бірақ сонда оператор болып біздің соңымызға түсіп, Ақжолдың басшыларының үстінен арыз жазып, кейін аяқ жағы осындайға айналып келген. Ал енді қараңыздар, енді 5 жылдың ішінде сол оператор болып 700 миллиардқа дейін теңге жинады. Жылына 140 миллиардтай теңге. Ол халықтың ақшасы ол. Жаңағы утилге төлеген ақша. Ол оңай ақша емес. Одан бөлек жаңағы алғашқы алымдарыңыз бар. Тек алғашқы алыммен мысалы жаңағы 3 кубтан асып кетсе 180 мыңнан 1 миллион 800 мыңға 10 есе өсіп шығатын, осы 10 есе көбейту қандай негізге негізделді? Қандай заңдылыққа? Бірден 10 есе көбейту. 1 миллион 800 мың. Ал енді жаңағы 3 кубтан асып кеткен жаңағы утилдің несі жаңағы анау 3 жылдан асып кетсеңіз 180 мың көбейтіледі. Ал утиліңіз 3 кубтан асып кетсе 2 миллион 100, 4 миллион осы жерден шығып тұр. Тек утил мен первичкадан 4 миллион. Оған басқа тағы қауіпсіздік сертификаты, баж салық, кеден салық қосыңыз. Сонда жай бір 5 миллионға көлік алуға барған адам үстіне одан 5 миллионнан аса ақша төлейді. Күндіз түні жұмыс істеп, отбасынан, бала шағасынан арылып алып, машина алуға барған адам екінші бір отбасы үшін ақша төлеу үшін барады ма сонда? Не үшін төлейді ол мысалы? Артық бір есе. Ал утил дейсіздер. Утил біздің автомобиль өндірісін қатырады дедіңіздер. Қайдағы қатырған? 2005 жылдан 2016 жылға 10 жылда бізде 1 миллион 200-ден 4 миллион тұр, мына жерде жазылып тұр. 4 миллионға дейін көбейген. Сонда жылына 300 мың көбейген. 10 жылда. Ал одан кейін 2016 жылы осы роп келгеннен кейін не болды? Қазір 8 жылда. Содан 500 мың адам көбейген. Сонда жылына 60 мыңға да 5 есе түсіп кеткен. Өндіріс. Қайдағы өндіріс сендердің? Қатырғандарың. Ол осы жерді қалай қарасыңдар да халықты бұл айналып келгенде қанап отырсыңдар бұл жерде. Мысалы Еуроодақ елдерінде жоқ. Айналып келіп Өзбекстанда айтасыңдар, Ресейде айтасыңдар, Беларусияны. Еуроодағында тек қана жаңағы не бар, Нидерландия мен Норвегияда бар. Онда да 100 жаңағы еуродан аспайды. 48 мың теңгеден. Осы утил алымы. Жапонияны айтып отырсыздар жаңағы. Жапонияда 18 йеннен аспайды, 53 мың теңгеден. Бізде 53 мың теңге ма? Бізде 2113 мың теңге. Ал есепте 40 есе көп. Жапонияда айтып қоясыңдар өздерінше. Қарап отырсаңдар, бұның бәрі айналып келгенде қанау негізі бұның бәрі. Ол алғашқы тіркеу дейді, мысалы 3 жылдан асып кеткенді шығарып негізі сырттан кіргізгенде инвойс бойынша сол кезде алғашқы сол кезде сатып алған құны бойынша төленбей ме ол жерде? Жаңағы 12% индекс, 15% салық. Ал біздің қаржы салық органдары оны алып келеді да, өз жердің нарығымен ең жоғарғы нарықтық бағамен алып отыр салық. Бұл яғни бұл заңсыз бұның бәрі. Утилизордағы барыңыз. Ал нәтижесі қандай болды сіздер? Жаңағы дамыттық, утил алдық. Одан кейін утил дейсіздер. Утил істеп тұрған жоқ Қарағандыда және Қостанайда. Істеп тұрмаса да одан алым алып жатыр. Және алым алып қана қоймайды. Оны кешіктірген үшін кәсіпкерлерге ай-уақыт төлеген. Біз ол үшін былтыр тағы депутат сауал жасадық. Утил алым істеп жатқан жоқ қой. Немене қайда алып отырсыңдар ақшаны? Одан кейін мәселе, мысалы, жаңағы нәтижесі қандай? Мысалы, министрліктің жауабы, утилді қатырамыз, жаңағы өндірісті дамытамыз, қол жетімді, жаңағы айтқан жаңағы пайыз, 4%-мен. 4% көрдіңіздер ме? 18 секундта жоқ болып кеткен. Көлік 2 есе қымбаттады, жетістіктеріңіз. Жасы 2 есе өсті. Баяғы 2005 жылы 12 жас болса, қазір 22 жас, одан да өсіп кетті. Автомобиль өндірісі, жаңағы мен айтқандай, 5 есе түсіп кетті. Не сонда ол? Халықтың несін тыңдау керек? Бәріңіз келісіп отырсыздар, рахмет.
Кім сонда қарсы шығып отқан? Келісімге келуге болады, бір мемлекетпіз ғой. Сіздер басқа, олар келіспей жатқандар басқа емес қой. Яғни жаңағы өтел мына халықаралық дәрежедегі соған сәйкес жаңағы 100 евродан қанша 48 мың теңге. Ары кетсе 100 мыңнан аспау керек негізі. Өтел алым. Алып тастаса да болады түгел. Оның бәрі негізсіз. Заңды негіздеп бере алмайсыздар ешқайсыңыз. Ойдан құрап отырсыздар. Рахмет. Жақсы, бұл енді ұсыныстар. Жаңа мына Қазбек Жарылқасынұлы өте маңызды мәселені айтты. Мына шетелде алынған көлікпен біздің елге әкелінгендегі бағаға қатысты. Кедендік кесте ғой бұл мына. Таможенный кесте бар, білесіздер. Мысалы, әріптестер, шетелден қандай да бір көлікті бір бағаға сатып аласыз, арзанға сатып аласыз. Оның соңғы 3 жылдағы кестесін бізде жасап қойған, біздің елде бекітілген баға бойынша төлейсіз доллармен. Бізді сонда шетелден алып келіп мынанша ақшаға сатып алдым деген қағазыңыздың өзі жүрмейді ол жерде. Қазақстанның бекіткен баға бойынша кіргізесіз, қымбат ол. Содан кейін ана пайыздарды төлейсіз. Бұл енді өте бір ақылға қонбайтын нәрсе. Осы кедендік кесте қай өкілетті органға тікелей жауапты? Қаржы министрлігі сіздер ғой, иә? Алыңызшы микрофоныңызды. Осы микрофон қоссаңызшы алдыңыздағы, иә. Кедендік кестеге байланысты. Бұны не нәрсеге сүйеніп бекітіледі сіздерде бұл? Біздің отандық нарыққа байланысты ма? Неге шетелден сатып алып келген азаматтардың көрсеткен қағазын қажетке жаратпаймыз? Депутаттық сауалға жауаптарыңыз болды. Кейбір фиктивный чектер әкелінген деген. Ондай да информация бар. Ол сұрақты бізде басқа орынбасар кураторствода таможня жағынан. Қазір мен оған осы сұраққа жауап бере алмаймын. Бірақ та жазбаша түрде жауап береміз.